Асанның жары Айжан, таңның атысынан, кештің батысына дейін еңбек етіп, балалары Айдос пен Дарияны адалдыққа, кішіпейілділікке және үлкенге құрмет көрсетуге тәрбиелесе, олардың шағын ғана үйінен күлкі үзілмейтін, өйткені байлық аз болса да, мейірім мол болатын. Ал дәл қарсы бетте тұратын Нұртас, әйелі Назыммен бірге өзгелердің тұрмысын менсінбей, қолындағы дүниесін мақтан етуді өмірінің ең үлкен жетістігі санайтын. Күндердің бірінде Асанның шаңырағында күтпеген қиындық туындап, жұмысы тоқтап қалғандықтан, отбасының табысы азайып, үйдегі азық-түлікте сирей бастағанда, Айжан ешкімге білдірмеуге тырысқанымен, балалардың жүзіндегі мұңды көрген сайын жүрегі қан жылайтын. Бірақ сонда да Алладан үмітін үзбей, сабыр сақтауды жөн көрді. Сол уақытта Нұртас жаңа көлік сатып алып, ауыл тұрғындарын әдейі шақырып, сән салтанатын көрсетіп жүргенде, Асанның балалары алыстан ғана қарап тұрғанын байқап, оларды мысқылдап күліп, еңбек ете алмаған адам осылай өмір сүреді деген ауыр сөздерді айтып, олардың нәзік жүректеріне жара салғанын өзі байқамады. Айдос үндемей әкесінің жанына келіп, «Әке, бай болмасақ та біз жаман адам емеспіз ғой», деп көзіне жас алған кезде, Асан ұлының иығынан құшақтап, «Балам, адамды байлық емес, жүрегі бағалы етеді. Бүгін күліп тұрғандардың ертең не көретінін бір Алла ғана білет» деген сөздерді айтқанда, Айжан көз жасын білдірмей сыртқа шығып кеткен еді. Дария болса терезеден қарап тұрып, Назымның өз анасына тәкаппар көзқараспен сөйлеп тұрғанын көріп, «Анашым, неге олар бізді сонша жек көреді?» деп сұрағанда, Айжан қызының маңдайынан сүйіп, «Біз ешкімді жек көрмейміз қызым. Өйткені жақсылықтың қайтарымы әрқашан болады» деп жауап берді. Ал дәл сол сәтте Нұртас өзінің үлкен дастарханында отырған қонақтарына қарап, ақшасы жоқ адаммен араласудың өзі ұят деп мақтанышпен сөйлеп отырғанда, оның бұл сөздерін көрші үйдің жанынан өтіп бара жатқан Али де естіп қалып, жүрегі ауырғанымен ештеңе демей үнсіз кетіп қалды. Өйткені тәкаппар адамның сөзіне жауап беру кейде бекер екенін жақсы түсінетін. Арада бірнеше күн өткен соң, ауыл тұрғындарының арасында Нұртас салдырған зәулім үйдің, сәнді қақпасының және күн сайын ауыстырып мінетін қымбат көліктерінің әңгімесі көбейген сайын, оның тәкаппарлығы да арта түсіп, өзін ешкіммен тең көрмейтін мінезі бұрынғыдан бетер асқына берді. Ал дәл сол уақытта Асан таңнан кешке дейін ауыр жұмыс іздеп жүрсе де, ешкімге мойын шақпай, Алла әр қиындықтың соңынан жеміндік береді деген үмітпен, отбасының алдындағы жауапкершілігін арқалап келе жатты. Айжан үйдегі соңғы ұннан жұқалап нан жауып, балалардың қарны аш қалмасын деп, өзіне сыбаға қалдырмай қойғанын Дария байқап қалып, үнсіз ғана анасының жанына келіп құшақтап, «Анашым, мен тоқпын» деген кезде, Айжан қызының өтірік айтып тұрғанын сезсе де, көз жасын көрсетпеуге тырысып, күлімсіреген болып теріс қарап кетті. Өйткені ананың жүрегіне баласының аш отырғанынан ауыр қайғы болмайтын еді. Айдос болса, әкесіне көмектесу үшін ауылдың шетіндегі құрылысқа барып, жұмыс сұрағанымен, жасының кішілігін алға тартқан адамдар оны кері қайтарып, көңілі түсіп, үйге келе жатқанда, жолда Алиді кездестіріп, бәрін айтып берген еді. Сонда Али оның иығынан қағып, «Ешқашан еңсеңді түсірме балам. Адал еңбек ешқашан жерде қалмайды» деген сөздері Айдостың жүрегіне үміт сыйлады. Ал сол күні кешке Нұртас өз ауласына жаңа жиһаздар әкелдіріп, көршілердің бәрі көрсін дегендей есігін айқара ашып қойған кезде, Назым да айналасына паңдана қарап, «Кейбір адамдар өмір бойы еңбек етсе де, осындай байлыққа жете алмайды» деп мысқылдай сөйлеп, дәл қарсы беттегі Асанның үйіне көзінің қиығын тастап күліп жіберді. Ал бұл сөздерді естіген жансаяның жүрегі шымырлап, адамдарды дүниесіне қарап кемсіту үлкен қателік екенін ойлап, іштей қынжылды. Сол сәтте күтпеген жерден Асанның ауласына ауыл ақсақалдарының бірі келіп, оның бұрын бір қиын жағдайда ешкімге білдірмей жасаған жақсылығын есіне алып, алғысын айтып кеткенде, Нұртас терезеден қарап тұрып, «Қалтасы бос адамның жақсылығы кімге керек?» деп тағы да тәкаппарлық танытты. Бірақ ол өзінің дәл осы сөздері ертең тағдырына қалай айналып келетінін мүлде сезбеген еді. Ал ауыл үстін қалың бұлт торлап, алыстан күн күркірей бастағанда, ешкім оның жай ғана жаңбырдың белгісі емес, Нұртастың өміріндегі ең ауыр сынақтың алғашқы қадамы екенін әлі білмейтін еді.
Түн ортасы ауғанда, аспанды қақ айырған найзағайдың жарқылы, ауылдың әр түкпірін бір сәтке күндізгідей жарық қылып жіберген кезде, Нұртастың үлкен үйіндегі электр желісі қысқа тұйықталып, жертөледен шыққан қою түтінді алғаш болып, күзетші байқап айғай салғанымен, жалын көзді ашып жұмғанша жайылып, үй ішін үрейге толтырды. Ал Назым қорыққаннан не істерін білмей абдырақ қалып, бағалы әшекейлерімен қымбат дүниелерін құтқаруға ұмтылған сайын уақыттан ұтылып бара жатты. Ауыл тұрғындары жан-жақтан жүгіріп келіп, қолдан келген көмегін жасап жатқанда, Нұртас күні кеше ғана менсінбей жүрген көршілерінің дәл осылай жан ұшырып жүргенін көрсе де, абыржығаннан ештеңе ойлай алмай, тек «Құтқарыңдар!» деп айқайлаумен болды. Ал сол сәтте бәрінен бұрын көмекке жеткен адамның дәл өзі кемсіткен Асан болғанын көрген жұрттың бәрі тамырғап қалды. Асан ешқандай өкпе назын есіне алмай, Алимен бірге түтін басқан үйге қайта-қайта кіріп, адамдардың амандығын ойлап әрекет етіп жүргенде, Айдос пен Дария сыртта тұрғандарға су тасып көмектесіп, Айжан мен Жансая қорыққан балаларды тыныштандырып жүрген еді. Өйткені олар үшін ең бастысы адам өмірі болатын. Бірнеше сағатқа созылған арпалыстан кейін өрт толық сөндірілгенімен, Нұртастың жылдар бойы мақтан еткен дүние мүлкінің едәуір бөлігі күлге айналып, ауласы бұрынғы сән салтанатынан айырылып қалғанын көргенде, оның тізесі дірілдеп, өмірінде алғаш рет байлықтың бір-ақ түнде жоғалып кететінін жан тәнімен сезінді. Бірақ дәл сол кезде оның жүрегіне бәрінен ауыр тигені күйген жиһаздар емес, өзінің тәкаппар мінезі есіне түскен сайын. Қарсы алдында тұрған Асанның еш реніш білдірмей көмек қолын созғаны болды. Өйткені ол мұндай кем жүректі адамды өмірінде бірінші рет көріп тұрғандай. Үнсіз қатып қалған еді. Өрттен кейінгі күндері Нұртас бұрынғыдай биік дауыспен сөйлей алмай, есігінің алдында үнсіз отырып қалған сайын, өмірінде алғаш рет жалғыздықтың қандай ауыр екенін түсіне бастады. Өйткені кешегі мақтап жүрген достарының көбі телефонға жауап бермей, кейбірі тіпті жағдайын сұрауға да келмеді. Ал өзі кезінде менсінбеген қарапайым ауыл тұрғындары ғана халін білу үшін есігін қағып жатты. Назында бұрынғыдай тәкаппар кейіттен айырылып, күйзелістен көзісіп кеткен күйі, үйдің алдында отырған кезде Айжан ыстық тамақ әзірлеп әкеліп, ешқандай артық сөз айтпай, дастарханға қойып кеткенде, Назының тамағына өксік тығылып, қолындағы табақты құшақтап ұзақ жылады. Өйткені дәл осындай мейірімді өзі ешқашан көрсете алмағанын енді ғана түсінді. Дария болса, Нұртастың ауласына үнсіз барып, өрттен аман қалған гүлдердің айналасын тазалап жүргенде, Нұртас оның қасына келіп, «Қызым, мен сендерді талай рет ренжіттім. Сонда да неге бізге көмектесіп жүрсіңдер?» деп әрең сөйлегенде, Дария күлімсіреп, «Әкем бізге жамандыққа жамандықпен жауап беруге болмайды деп үйреткен» деген бір ауыз сөз айтты. Ал сол сөз Нұртастың жүрегіне найзағайдай әсер етті. Айдос пен Али ауылдағы күйген ағаштарды кесіп, қауіпті жерлерді тазалап жүргенде, Асан ештеңе болмағандай жұмыс істеп жүрді. Бірақ оның әр қимылын бақылап отырған Нұртас, өзінен әлдеқайда бай адамның дәл осы қарапайым көршісі екенін енді ғана ұқты. Өйткені Асанның байлығы ақшасында емес, адамгершілігінде еді. Кеш бата ауыл іші тынышталып, әркім өз үйіне тараған кезде, Нұртас алғаш рет жай намазын жайып, көзінен еріксіз аққан жасын тыя алмай ұзақ отырып қалды. Өйткені өмірінде бірінші рет жүрегімен тәубе етіп, өткен күндердегі тәкаппарлығы үшін кешірім сұрауға шын ниеттенген еді. Арада аз ғана уақыт өткен соң, Нұртастың көп жылдан бері бірге жұмыс істеп келген серіктестері, оның қиын жағдайын пайдаланып, бұрын өзіне сеніп тапсырған құжаттарды өзгертудің амалын жасап, бар кінәні соның мойнына артып, қаржының басым бөлігін өзара бөлісіп алғаны белгілі болған кезде, кеше ғана біз әрдайым біргеміз деп жүрген адамдардың бірінен бірі керіс айналғанын көрген Нұртас, жан дүниесі күйреп, қолындағы дәулеттен бұрын адамға деген сенімнен айырылып қалғандай күй кешті. Ал дәл сондай сәтте, оның есігін тағы да Асан қағып, «Басқа бәрі кетсе де, көрші болып қалады, мойымаңыз. Әр сынақтың артында бір жақсылық болады» деген жылы сөз айтып кеткенде, Нұртастың көзіне жас үйіріліп, жауап қайтара алмай үнсіз тұрып қалды. Назым түн сайын ұйықтай алмай, өткен күндердегі әрбір ауыр сөзін есіне түсіріп, әсіресе Айжанның үнсіз ғана күлімдеп, ешқашан жамандықпен жауап қайтармаған ойлаған сайын, өзінен өзі ұялып,
таң атқанша көз ілмейтін болды. Ал бір күні батылдық жинап, Айжанның үйіне барып, табалдырықтан аттай бере, көз жасына ерік беріп, «Мені кешіріңізші, мен байлыққа мастанып, адамдықты жоғалтыппын» дегенде, Айжан оны құшақтап, «Шын өкініштің өзі адамды өзгертетін үлкен күш» деп сабырмен жауап берді. Сол сәтте Назым жүрегіндегі ауыр жүктің бір бөлігі түскендей болды. Айдос ауыл сыртындағы шағын құрылысқа жұмысқа орналасып, таңнан кешке дейін аянбай еңбек етіп жүргенде, Али оның адалдығын байқап, өзіне көмекші етіп алып, түрлі кәсіптің қыр-сырын үйрете бастады. Ал Асан ұлының маңдай терімен тапқан алғашқы еңбек ақысын қолына ұстап тұрғанын көргенде, көзінен еріксіз жас шығып, адал еңбекпен келген 1 теңге, арам жолмен келген 1000 теңгеден артық деген сөзді айтып, баласын кеудесіне қысып ұзақ тұрды. Дария мектептен қайтып келе жатқанда, жол бойында сүрініп құлап қалған егде әйелге көмектесіп, қолындағы сөмкесін үйіне дейін көтерісіп барған көрген ауыл адамдары, оның тәрбиесіне сүйсініп, мұндай мейірімділік кек жақсы отбасында ғана болатынын айтып жатты. Ал осы көріністі алыстан бақылап тұрған Нұртас, кезінде дәл осы қыздың өзінен қорқып, үйінің кесесінен үнсіз өте шығатын есіне алып, өз ісінен бұрынғыдан бетер ұяла түсті. Бірнеше аптадан кейін Нұртастың кенже ұлы ауыр науқастанып, аудандық ауруханаға шұғыл жеткізілгенде, қолындағы ақшасы азайып, көмектесетін адам таппай абдырап қалған сәтте, телефон соғып жағдайын сұрағандардың арасында ең бірінші болып Асанның болғаны, оның жүрегін елжіретіп жіберді. Өйткені Асан еш ойланбастан қажетті қаражаттың бір бөлігін жинап беріп, ауыл адамдарын ұйымдастырып, қолдан келген барлық көмекті көрсетуге кірісті. Ал Нұртас мұндай жақсылықты өмірінде ешқашан ұмытпайтынын іштей қайталап отырды. Аурухананың ұзын дәлізінде тым бойы үнсіз отырған Нұртас, өткен өмірін көз алдынан өткізіп, адамдарды байлығына қарап бөлген әрбір күніне өкініп, көз жасын тия алмай отырған кезде, қасына келген Али оның иығына қолын қойып, «Алла кейде адамды жазалау үшін емес, жүрегін ояту үшін сынайды» деген сөз айтқанда, Нұртас басын төмен түсіріп, «Мен бәрін кеш түсіндім» деп сыбырлады. Бірақ Али жақсылыққа қайту үшін ешқашан кеш болмайды дегенде, оның көңіліне әлсіз болса да үміт сәулесі ұялай бастады. Ауруханадан жақсы хабар жетіп, дәрігерлер баланың өміріне қауіп жоқ екенін айтқан сәтте, Нұртас жүрегіне жиналған ауыр мұңды ұстай алмай, дәліздің шетіне барып ұзақ жылады. Өйткені дәл сол күні өзіне демеу болған адамдардың ішінде, кезінде өзі төмен санаған Асанның, Айжанның, Алидің және Жансаяның жүргенін көрген сайын, адамды байлығы емес, кең пейілі биіктететінін жан тәнімен сезінді. Ал үйге оралған соң, ең алдымен қарсы беттегі көршісінің есігін қағып, Асанның қолын қос қолдап ұстап тұрып, «Сенің орнында басқа біреу болса, менің жасағанымды есіне алып сырт айналар еді. Ал сен маған туысынан артық қамқор болдың, мені кешірші» деген сөздерді көзіне жас алып әрен айтты. Асан үнсіз ғана Нұртастың иығынан қағып, «Өткенді қайтара алмаймыз, бірақ ертеңгі күнді өзгерте аламыз. Сондықтан өкінішпен емес, жақсылықпен өмір сүрейік» дегенде, Нұртас бұрын соңды ешкімнің өзіне дәл осындай жүрекке жететін сөз айтпағанын түсініп, басын изеп тұрып қалды. Ал бұл көріністі терезеден бақылап тұрған Назым мен Айжанның көздеріне де еріксіз жас үйіріліп, екі әйел үнсіз ғана бір-бірін құшақтап ұзақ тұрды. Көп ұзамай Нұртас бұрынғыдай қымбат көлікпен мақтануды, сән салтанатты той жасауды доғарып, оның орнына ауылдағы тұрмысы төмен отбасыларға жасырын көмектесуді әдетке айналдырып, ешкім білмесін деп, азық-түлік пен киім-кешекті түнде жеткізіп кететін болды. Бірақ бір күні Дария оның осы ісін байқап қалып, ешкімге тіс жармай үнсіз күлімсірегенде, Нұртас бұрынғы тәкаппар адамның орнында мүлде басқа жанның қалып басып келе жатқанын өзі де сезінді. Айдос пен Али бірігіп шағын шеберхана ашып, ауыл жастарын жұмысқа тарта бастағанда, Асан олардың әр жетістігіне қуанып, «Бірлік бар жерде береке болады» деп батасын беріп отырды. Ал Нұртас өзінің бос тұрған қоймасын ешқандай ақы сұрамай пайдалануға ұсынып, «Мен кезінде адамдардан тек пайда іздеппін, енді сол қателігімді түзеуге мүмкіндік беріңдер» дегенде, Али оның көзіне тіке қарап, адамның өзгергені ең үлкен жеңіс деп қолын қысты. Бір күні ауылдың ақсақалдары жиналып,
елге ең көп пайдасын тигізген азаматтарды марапаттау рәсімін өткізген кезде, жұрттың бәрі бұрынғыдай Нұртастың аты аталады деп ойлағанымен, көпшіліктің құрметіне асан лайық деп танылып, сахнаға шақырылған сәтте, ол марапатты жалғыз өзі алмай, қасына Айжанды, Айдосты, Дарияны, Алиді, Жансаяны, тіпті Нұртас пен Назынды да шығарып, бұл жақсылық бір адамның емес, бірлік сақтаған бүкіл ауылдың еңбегі деген сөз. Айтқанда, жиналған жұрт ұзақ уақып қол соғып, көпшіліктің жанарына жас үйірілді. Сол күннен кейін ауылдың тынысы мүлде өзгеріп, бұрын әркім өз қамын ғана ойлайтын адамдар бір-біріне жанашырлықпен қарап, қиындыққа тап болған отбасының есігін үнсіз қағып, қолдан келген көмегін көрсетуді әдетке айналдырды. Ал осы өзгерістің бәріне қарап тұрған Нұртас, әр кеш сайын өз ауласының алдында отырып, кезінде тәкаппарлығының кесірінен қаншама адамның көңілін қалдырған есіне алып, көзінен жас парлап, егер Асан мен оның отбасы мені кешірмегенде, бүгін менің өмірімнің мәнінде қалмас еді деп, іштей тәубе ететін болды. Бір күні ауылға алыстан келген кәсіпкер жаңа жобаға сенімді адам іздеп жүргенін айтып, бірнеше тұрғынмен сөйлескеннен кейін, жұрттың аузынан қайта-қайта Асанның атын естіген соң, оны арнайы шақырып, ұзақ әңгімелесіп шықты да, адалдығы мен еңбекқорлығына тәнті болып, үлкен жауапкершілігі бар жұмысты сеніп тапсырды. Ал бұл жаңалықты естіген Нұртас, Асанның үйіне бірінші болып барып, шын жүректен құттықтап, бұл сенің еңбегіңнің жемісі. Алла адал адамның несібесін ешқашан кемітпейді дегенде, Асан досының құшағына кіріп, қуанышымды бөлісуге келгенінің өзі мен үшін үлкен сый деп ризашылығын білдірді. Назым бұрынғы сәнді киімдерін киіп мақтанудың орнына, Айжанмен бірге ауылдағы жалғызбасты қариялардың үйлерін аралап, тамақ әзірлеп, үйлерін жинап, халдерін сұрап жүретін болды. Ал Жансая мен Дария оларға қолғабыс жасап, үлкендердің алғысын алған сайын, жақсылықтың адам жүрегіне қандай жылу сыйлайтынын сезініп, бұл күндер олардың өміріндегі ең қымбат естеліктерге айналды. Күндердің күнінде ауыл мешітінде қайырымдылық шарасы ұйымдастырылып, жұрт қолдан келген көмегін әкеліп жатқанда, Нұртас ешкімге білдірмей, қомақты үлес қалдырып кетпек болды. Бірақ мұны байқап қалған Али оның жанына келіп, бұрын сен жұрт көрсін деп беретін едім, ал бүгін ешкім білмесін деп беріп тұрсың. Міне, адамның шынайы байлығы дәл осы жүректің өзгеруінде екен, дегенде Нұртас көзіне жас алып, мен кеш түсінсем де, адамдықтың қадірін ұқтырған Аллаға шүкір деп жауап берді. Нұртас өткен өміріндегі әрбір қателігін түзетуге бел буғанымен, тағдыр оның шынайы өзгергенін тағы бір үлкен сынақ арқылы байқамақ болғандай, ауыл маңындағы өзен арнасынан асып, бірнеше отбасының қора-қопсысына қауіп төнгенде, жұрт абыр-сабыр болып, әркім өз дүниесін құтқаруға жанталасып жатқан сәтте, Нұртас еш ойланбастан, ең алдымен жалғыз қалған қариялардың үйіне қарай жүгіріп, кезінде өзіне қол созған адамдардың жақсылығын қайтаруға бар күшін салды. Ал мұныны сырттай бақылап тұрған Асан, оның жанарынан бұрынғы менмендіктің ізі қалмағанын анық сезіп, жүрегінде үнсіз қуанып тұрды. Сол күні кешке ауыл тұрғындары бір шаңырақтың ауласында жиналып, болған оқиғаларды айтып отырған кезде Али сөз алып, адамның байлығы оның сандығында жатқан дүниемен өлшенбейтінін, қайта айналасындағы адамдардың оған деген сенімімен бағаланатынын баяндап, мысал ретінде Нұртастың бүгінгі әрекетін айтқанда, жұрттың бәрі ризашылықпен бас изеп. Ал Нұртас үнсіз ғана төмен қарап отырды. Өйткені мақтау естуден гөрі, өткен күндердің өкініші оның жанын әлде мазалап жүрген еді. Келесі күндері ауылда бұрын байқалмаған бір жылылық орнап, адамдар бір-бірінің жағдайын жиі сұрайтын болды. Ал Нұртас таң атпай ауласына шығып, жол жиегін тазалап, жасы үлкен кісілердің отынын жарып, ешкімге білдірмей кетіп қалатын әдет шығарды. Бірақ жұрт оның бұл әрекеттерін бәрібір байқап, адам шын ниетімен өзгерсе, оны әр қадамы дәлелдейді деп, іштей сүйсініп жүрді. Ал Асан мұның бәрін көріп, бір кездері менмендікпен қарайтын адамның жүрегіне мейірім ұялағанына Аллаға шүкіршілік етті. Айжан дастархан басында отырған балаларға адамның жасаған әрбір ісі ерте ме кеш пе өзіне міндетті түрде оралатынын баяндап отырған кезде Дария ойланып қалып, егер Нұртас аға бұрынғы қалпында қалғанда, біз бүгінгідей бір дастархан басында күліп отырар ма едік деген сауал қойды.
Сонда Асан қызына қарап, кейде адамның өмірін бір ғана кешірім өзгертіп жібереді деген сөзді айтқанда, үй ішін ерекше тыныштық билеп, әрқайсысы сол сөздің мағынасын жүрегімен сезінгендей болды. Али өз кәсібін кеңейтіп, ауылдың бірнеше жастарын еңбекке баули бастағанда, Айдос күн сайын жаман нәрсе үйреніп, қолынан келмейтін істі меңгеруге тырысып, адал еңбектің арқасында аз уақыттың ішінде сенімді азаматқа айналды. Ал Нұртас оның табандылығына сүйсініп, балам, сенің әкеңнің тәрбиесі нағыз байлық екен дегенде, Айдостың жүзіне қуаныш ұялап, әкесіне деген құрметі бұрынғыдан да арта түсті. Жансая ауыл әйелдерін жинап, тұрмысы төмен отбасыларға арнап жылы киім тігу ісін қолға алған кезде, Мазым да еш ойланбастан қастарына келіп, бұрын тек өзіне ғана көңіл бөлген қолдарының енді өзгелерге пайдасы тиіп жатқанына ерекше риза болды. Ал Айжан оның жанындағы орындыққа жайғасып, үнсіз ғана күлімсірегенде, екеуінің арасында ешқандай реніш қалмағанын бәрі анық аңғарды. Бір күні алыстан келген қарт жолаушы ауылға кіреберісте жолдан шаршап отырған кезде, дәл жанынан өткен Нұртас көлігін тоқтатып, оны үйіне апарып тынықтырып, ас суын беріп, қажет жеріне жеткізіп салғанда, әлгі қария қоштасар сәтте, балам, сенің жасаған жақсылығын өзіңе еселеп қайтсын деп ақ батасын берді. Ал сол сөздер Нұртастың көңілінде ұзақ сақталып, бұрын ешқашан сезінбеген жан тыныштығын сыйлады. Күндердің бірінде ауылда шағын мереке ұйымдастырылып, балалар ән айтып, үлкендер ақ тілектерін білдіріп жатқанда, Дария сахнаға шығып, адамды өзгерту үшін ашу емес, мейірім керек екенін жүрекке жететін өлең арқылы жеткізді. Ал жұрт арасынан көз жасын сүртіп отырған Нұртас өзінің өмірін еске алып, дәл осы сөздер өз тағдыры туралы айтылып тұрғандай әсер алды. Сол кештен кейін Асан мен Нұртас ұзақ отырып әңгімелесіп, өмірдің талай белесін еске алған кезде, Нұртас күрсініп, мен адамдардың көңілін жаралаудың қаншалықты ауыр күнә екенін кеш түсіндім дегенде, Асан оның сөзін бөліп, ең маңыздысы, бүгінгі таңда кім болып жүргенім деп жауап берді. Сол сәтте екеуі бір-біріне бұрынғыдан да жақын жандарға айналғанын сезінді. Уақыт өте келе ауыл тұрғындары бұрынғы өкпен азды ұмытып, бірлікпен өмір сүре бастады. Ал Нұртас әр таң сайын қарсы беттегі Асанның үйінен шыққан балалардың шат күлкісін естіген сайын жүрегіне тыныштық орнап, байлықтың сән салтанаттан емес, осындай қарапайым бақыттан тұратынын толық түсінді. Бірнеше ай өткен соң ауылға жаңа отбасы қоныс аударып, тұрмыстары ауыр болғандықтан, алғашында ешкіммен араласа алмай жүргендерін көрген Нұртас, оларды өз үйіне шақырып, дастархан жайып, қолынан келген көмегін көрсеткенде, әлгі отбасының үлкені ризашылығын білдіріп, біз бұл ауылға бөтен болып білген едік. Ал сендер бізді туғанымыздай қарсы алдыңдар деген сөзді айтқанда, Нұртас көзіне еріксіз жас алып, кезінде дәл осындай сөзді өзінен естуге талай адамның лайық болғанын кеш түсінгеніне тағы да өкінді. Айжан бір күні ауылдағы гүлдерді суарып жүргенде, Назым жанына келіп, үнсіз ғана қасына отырды да, ұзақ уақыт бойы ішіне жиналған өкінішін ақтарып, бұрын адамдардың киіміне, үйіне, тұрмысына қарап бағалағанын, ал бүгінде жүректің тазалығы бәрінен биік екенін ұққанын айтып, көзіне жас алды. Сонда Айжан оның қолынан ұстап, өткеннің өкінішін жақсылықпен жуып шаюға болады дегенде, Назым өзін туған әпкесінің жанында отырғандай сезінді. Айдос пен Дария ауылдың балаларын жинап, ағаш көшеттерін отырғызуды ұйымдастырған кезде, Али олардың әрқайсысына еңбек пен табиғатты аялаудың мәнін түсіндіріп, бүгін еккен бір тал, ертең талай адамға сая болады деген сөз айтқанда, балалар ерекше ынтамен жұмыс істеп, ал Асан алыстан қарап тұрып, ұрпағының мейірімді болып өсіп келе жатқанына жүрегі толқып кетті. Бір күні Нұртас баяғыда өзіне ренжіп кеткен қарт ұстазын арнайы іздеп барып, есігін ақырын қағып, алдында тізерлей отырып кешірім сұрағанда, ұстаз оның басынан сипап, қателеспейтін адам болмайды, бірақ өз қатесін мойындайтын адам өте сирек кездеседі деп ақ батасын берді. Сол сәтте Нұртастың жүрегіндегі соңғы ауыр жүкте жеңілдегендей болды. Жансая ауыл әйелдерімен бірге жалғызілікті жандардың үйлерін жөндеуге кірісіп, Айжан мен Назын да бар күшін салып көмектескен кезде, жұрт олардың бір кездері араларында салқындық болғанына сенгісі келмей, бәрінің бір үйдің адамындай тату жүргеніне сүйсініп,
кешірімнен кейін туған достық әлде қайда берік болады екен деп ризашылықтарын білдірді. Асан кешкілік үйінің алдында отырып, өмірдің сан қилы белестерін ой елегінен өткізіп отырған сәтте, Нұртас қасына келіп, үнсіз ғана орындыққа жайғасты да: «Сенің сабырым мені қайта тәрбиелет» деген бір ауыз сөз айтты. Ал Асан оған қарап, жай ғана күлімсіреп: «Адамды өзгертетін біз емес, жүректегі иманмен жасаған таңдау» деп жауап бергенде, екеуінің арасында сөзден де биік түсіністік орнады. Дария өз қолымен тіккен кішкентай қуыршақтарды тұрмысы төмен балаларға сыйлаған кезде, олардың жүзіндегі шынайы қуанышты көріп, өмірінде ең бағалы сыйлықтың қымбат зат емес, көңілден шыққан мейірім екенін түсінді. Ал мұны байқап тұрған Назым қыздың маңдайынан сүйіп, осындай жүректер көбейе берсін деп ақ тілегін айтты. Адамдары бір-біріне алғыс айтып, өткен өмірлеріндегі ең қымбат сабақтарын бөліскенде, Нұртас жұрттың алдына шығып, ештеңені жасырмай, өзінің тәкаппарлығы қаншама жанның көңілін жаралағанын мойындап, егер сол кезде Асан маған жамандықпен жауап бергенде, бүгін мен мына жерде тұрмас едім дегенде, көпшіліктің көзінен жас шығып, үнсіз ғана қол соқты. Сол кеш аяқталған соң, Асан мен Нұртас ауыл көшесімен қатар келе жатып, аспанға көз тастап, ұзақ үнсіз жүрді. Кейін Нұртас баяу ғана: «Мен сарай салып бақыт табамын деп ойлаппын. Ал шын бақыт көршімін саған шын жүректен амандасуында, отбасымның аман болуында, адамдардың саған сенім артуында екен» дегенде, Асан оның иығына қолын қойып: «Осыны түсінген күнің өмірімнің ең үлкен жеңісі» деп жауап берді. Жылдар өте, бұл оқиға ауыл ішінде ғана емес, көрші елді мекендерге де үлгі болып айтылатын тағылымды хикаяға айналды. Өйткені адамдар Асанның сабырынан адалдықты, Айжанның жүрегінен кешірімді, Айдостың еңбегінен табандылықты, Дарияның жан дүниесінен мейірімділікті, Алидің даналығынан парасатты, Жансаяның қамқорлығынан жанашырлықты, Назымның өкінішінен шынайы өзгерісті, ал Нұртастың тағдырынан тәкаппарлықтың ешқашан бақыт әкелмейтінін ұғып, жақсылықтың алдында жамандықтың дәрменсіз екенін жүректеріне мәңгі сақтап қалды.